Қабағымды тазалап болдым. Мәссаған, шаршап кеттім ғой. Мен деген осындай ауылбайский ескі үйде тұратыным қандай жаман иә. Мына мен деген Брюхевен деген қалаға көшіп келген едім ғой. Мына жақтан үйлері күшті ғой, қараңдаршы. Мәссаған, күшті үйлері бар. Ал менің үйім осындай, қорасы бар, ескі ауылбайский. Қарным ашып кетті ғой, бана қораны тазалайым деп. Холодильникте не бар еді өзі? Так, тоңазытқышты ашып көрейікші ғана. Осындай тоңазытқышта дым жоқ екен ғой, бәрі бітіп қалыпты. Так, мына жерде сүт бар екен, мына сүтті алып алайық. Мына сүт деген ашып кеткен ғой. Мынаның деген сұрауы өтіп кеткен болып тұр ғой, мен байқамай қалып. Мәссаған, тоңазытқыштағы нәрсенің бәрі бұзылып кетіпті. Енді не істеймін, қарным деген ашып тұр. Даладағы мына жүгерілерімді теріп, магазинге өткізіп келу керек болды ғой. Жүгерілерімді теріп алдым, енді дүкенге апарып тапсырып келейінші. Кеш болып қалыпты ғой, иә. Кеттім, мынаны тапсырып, үйге тамақ алмасам, қарным деген ашып тұр ғой. Қараңдаршы достар, Брюхевен дейтін қаласы өте керемет, күшті. Қараңдаршы, бұл жақта бәрі бар ғой, иә. Қараңдар, бұл Брюхевен қаласында неше түрлі заттар бар екен. Үйлері деген күшті ғой, кілең байларский, күшті әдемі үйлер. Ал менің үйім ауылбайский, жаман. Так, апай бар ма екен? Мен танитын бір апай бар еді. Ішінде күнде осы жүгерімді тапсырып жүрген. Алло, я біздің ауылда дейтін бір қыз бар ғой, ауылбайский үйде тұрады. Күнде келіп жүгерілерін тапсырады ғой бізге. Иә. Не дейді? Мені ауылбайский деп жатыр ма? Мәссаған. Мен, если что, апай, мен деген ауылбайский қыз қасыңызда тұр еді. Иә, сен ба кеп қалған? Бүгін мен сенің жүгерілеріңді ала алмаймын. Неге апай, неге ала алмайсыз? Күнде алып жүредіңіз ғой? Өйткені сені бүкіл Брюхевен тұрғындары ұнатпайды. Мені бүкіл ауыл тұрғындары, мына Брюхевеннің адамдары мені ұнатпайды екен. Мені дүкенші апаның сөзі қандай ауыр еді, иә достар. Достар, сендер мені ұнататын болсаңдар, маған лайктарды басып кетіңдерші. Брюхевен тұрғындар деген мені ұнатпайды екен ғой, иә. Мен біреуге ұнауға тиісті емеспін ғой, негізі неге ұнатпайды екен мені. Менің ақшам жоғына мен кінәлі емеспін ғой, иә достар. Айтыңдаршы, менікі дұрыс па, әлде бұрыс па? Комментарийға жазып қалдырыңдаршы. Басымда айналып жатыр ма бірдеңе? Менің басым айналып бара жатыр. Ай, басым-ай. Маған не болды? Басым айналып құлап қалғанмын ба мен? Кәдімгі басым деген ауырып тұр, кәдімгі басым айналып қарным ашқаннан әлсіз болып құлап қалған сияқтымын, иә? Мына жақтың бәрі неге қараңғы? Түн болып кеткен ба, не болып кеткен? Мен қай жақта жүрмін, вообще неге? Бір түрі айналамның бәрі тұман, сондай сияқты болып тұр ше. Аяғымды баса алмай қалдым мен. Аяғымның бәрі ұйып қалған ғой, кәдімгі аяғымнан жүре алмай тұрмын. Атымда бір нәрсе, біреу келе жатыр ма өзі? Бір түрлі маған атыма бірдеңе келе жатқан сияқты. Не болған өзі? Мені деген маған не болды? Менің что-то басым ауырып тұр. Мені бана деген пауық шағып алған сияқты ғой, иә? Жоқ, мен аяғымнан бағана қозғалмай тұрған сияқты едім. Аяғым мүлде ауырмайды. Мені пауық шақпаған ау деймін, шамасы түс көрген сияқтым ғой. Қорқынышты түс қой мынау деген. Қорқып кеттім мен деген, пауық шағып алған екен деп. Үйге қайттым, адам зәрем ұшып кетті ғой, мен деген тістеп алған екен деп. Ойбай, үйге қашайын, ойбай. Аяғым точно ауырып тұрған жоқ па, секіріп қойыншы. Қай жақта өзі, ойбай, мен басым айналып, үйімнің қай жақта екенін ұмытып қалғаным ше.
көршімнің үйін көрдіңдер ма? Менің үйімнің артындағы күшті я, әдемі. Ал менің үйімдерімді қарашы, ауылбайский қорасы бар, сондай. Менің үйім ескі. Барып жатып демалмасам өзі телевизор қарап істесем болады, ішім деген пысып кетеді. Өзімнің көңіл күйімді көтеріп бір билеп алсам ба екен. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Достар, сендерге биім ұнап жатыр ма? Достар, маған 100 лайктарды басып кетіңдерші. Сендерге осындай керемет ән айтып, осылай билеп тұратын боламын. Давайте тез лайктарды басып тастаңдар. Йоу. Лайк басып маған анама тіркеліп кетіңдер. Давайте бір лайк, бір подписканы басып тастаңдар. Йоу деп осылай брейк данс билеп тастайын бұл сендерге. Осындай биді білем. Арам замзам, гүлі рам замзам, араби, гүлі рам замзам. Шашап кеттім сендерге билеймін деп. Сол үшін менің биімді бағалып, давайте маған лайктарды тез басып тастаңдар. Паук. Мен достар, паук көрдім, қорқам. Бұна жаққа тығылып отыра тұрайын. Достар, надеюсь, ол мені мұна жақтан таба алмайды деп ойлаймын. Ай. Қорқам, достар. Жаңағы мені шаққан пауқты көрдім. Ал мен пауктан қорқамын. Ай, қайда. Кетті ма? Достар, қазір ол менің үйіме кіріп кететін сияқты. Ай, мына жерге шығып алайын. Достар, қараңдар, үйге үлкен қара аяқтарын қараңдар. Мені қазір шағып алады ғой, достар, мен деген қорқам. Салам алейкум, брат, қалайсың? Так, ай, басым. Маған не болды тағы да? Мен деген қайта басым айналып құлап жүрмін бе? Достар, мен тағы да түс көргенмін бе? Мені тағы да екінші рет мен деген түсімде мені паук шағып отырған көрдім. Ол деген кәдімгі өңім сияқты болды ғой. Осы жерде мені шаққан сияқты болды. Түсім болған ау шамасы. Маған демалу керек. Осы жерде отырып демалып алмасам, кәдімгі түсім деген өңім сияқты ғой, деген кәдімгі шағып алды. Түсімде үлкен қара пауқты көрдім ғой, үстінде қызыл бірдеңесі бар. Сондайда түс болады екен ау. Қатты қорқып кеттім. Алып, телевизор қосып қарайыншы, телевизорда не болып жатыр екен? Ой, жандарымдан қараңдар. Мышықамен итті көрсетіп жатыр. Ой, күшті екен, какие миласки. Так, тағы басқа қандай жаңалықтар болып жатыр? Мәссаған, Человек-пауктың жаңа сериясы шығыпты. Осыны көріп тастайын, жаңа кино шығыпты Человек-паук туралы. Мәссаған, өрмекші адамның киносы деген күшті шығыпты ғой. Өрмекші адамның бұл жолы қызы жоқ па не? Мәссаған, қандай күшті шыққан кино. Қандай күшті керемет шыққан. Мен деген бұл киноны ұнатып қалам деп ойнамаған едім. Человек-паук енді менің кумирім. Мен де Человек-паук сияқты болғым келеді. Жоқ, Человек-паук емес, мен оны Чеп-паук деп атайым. Чеп-паук үшін. Өзіме күшті қылып айтайым, менің личный Чеп-паугым үшін. Мен де сөйтіп, адамдарды құтқарсам ғой, саған, сөйтіп өрмекші адам сияқты адамдарды құтқарып, осы Брюхевен қаласына көмегім тисе ғой. Сол кезде мені бәрі жақсы көретін еді, Ауылбайский деп мені менсінбейді ғой. Сол бәрін көмектесіп, қаһарман болып құтқарып, бәріне көмектеспейін ба? Осы Брюхевен қаласының өрмекші адамы боламын мен. Так, ол үшін так, маған киім керек. Немене? Біреу есіктің алдына қорап тастап кеткен бе? Бұл не тағы? Мына қорапты кім әкеліп тастаған? Маған қорап келді. Бұны кім әкеліп тастады? Бұның ішінде не бар екен өзі? Достар, ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Комментарийге жазып қалдырып кетіңдер. Так,
ішін мына жерге қойып ашып қарауым керек. Мә, бұның ішінде деген киім сияқты ғой. Бұл киімді мен қазір киіп көремін. Сендерге көрсетемін, сосын бұның ішінде не бар екенін. Мә, достар, қараңдар, маған деген осындай өлмекші адамның киімін салып жіберіпті. Мен енді өлмекші адаммын, және Брукхейвендағы тұрғындардың өмірі боламын. Мені барлық адамдар жақсы көретін болады. Мә, қараңдар, маған қалай жарасама Человек-паук болған. Мә, кәдімгідей өлмекші адамнан аумай қалым ғой, ә? Человек-паук келді, фыцыка деп, общем, қазір Брукхейвеннің тұрғындарын құтқаратын боламын. Ал сендер маған көмектесесіңдер. Ол үшін не істейміз? Маған тездетіп лайктарды басу керексің. Қараңдар, мына үстелдің үстіне не тауып алғанымды. Біреу маған хат жазып қалдырып кетіпті. Сен енді өлмекші адамның көмекшісісің. Осы Брукхейвендегі 3 адамның өмірін құтқару керексің. Содан кейін біз екеуміз кездесетін боламыз. Не дейді? Кездесеміз дейді. Кіммен кездесуім керек? Бұл кім болды екен? Жақсы, маған айтады, 3 адамды құтқаруым керек дейді. Ал онда кетік, ой, фыцыка, пұцыка, қалай жүрісім, қалай? Осылай жүретін беді өлмекші адамдар. Қалай жүретін? Ой, бәше білмейді. Достар, менің деген көзім өте көргіш болып кеткен, және сезімтал болып кеткен. Мен деген білесіңдер ма? Ана жақтағы адамды көріп тұрмын. Сендер көріп тұрсыңдар ма? Мен соларға барып көмектесіп келейін. Так, жүгіреміз. Мә, менен Человек-паук шықпайды, я? Так, көмектесіңіздер. Мені деген біреу мотоциклмен басып кетті. Көмектесіңізші. Сізді деген ауруханаға апаруым керек. Так, қайда апарамыз? Так. Ауруханаға жағында, ойбай, ауруханаға жеттік. Сәлеметсіз бе, мында жүріңіз, алып жүріңіз, бері қарай. Кіргізіңіз. Дәрігер, қай жаққа апаруым? Ойбай, дәрігер қай жаққа апаруым керек? Мында жүріңіз, мында. Ойбай, есік, ойбай. Қайда өзі? Ай, осы жерге әкеліп. Дәрігер, өзіңіз емдеп аласыз ғой, мен міндетім тек қана сізге әкеліп тапсыру болатын. Так, сау болыңыздар. Так, бір адамды құтқардық. Әлі 2 адамым бар. Ойбай, мына больницаның ішінен қалай шығады? Аурухананың ішінен. Осы жаққа шығама. Ойбай. Дұрыс екен. Так, ауруханадан шықтық. Достар, мен деген бір адамды құтқардым. Әлі 2 адамды құтқаруым керек. Достар, қаһарман болу деген қандай қиын екен, я? Мына өлмекші адамның өмірі қиын екен ғой. Адамды құтқару дейтін оңай емес екен ғой. Үйге барып бір аяқ шай ішіп алмасам, бір стакан шай ішіп алмасам, құрсын. Ато деген адамның өмірін құтқару деген қиындау екен. Ембай деді өзі, үйге барып шай ішіп келейін. Біреу жылап жатыр ма? Қай жақта жылап жатыр, Далада ешкім жоқ. Қай жақта жылап жатыр, Менің шаруағымда жылап жатырған сияқты біздің аулада. Балақай? Бөкай келіп қалды ма? Ойбай, қорқам, мама. Ай, балақай, мен деген Бөкай емеспін, мен деген көрмейтсің ба? Мен деген Человек-паукпын ғой? Өлмекші адаммын ғой, көрмейтсің ба мені? Мә, саған расымен де сіз деген өлмекші адамсыз ба? Мә, өлмекші адам мен деген бар ғой, адасып кеттім ше. Мен үйімді таба алмай қалдым. Адресіңді білмейсің ба не? Қайда тұратыңды мүлдемейсің де жоқ ба? Сіз қатырасыз, мен деген кішкентай баламын ғой, мен деген жасым небәрі 5-те. Мен деген үйімнің қай жақта екенін білмеймін, мама папамнан адасып қалдым. Үйімді тауып бересіз бе? Үйіңді ма? Үйіңді тауып берем, я? Жүр, кеттік. Үйіңді іздеп сенің. Кеттік, жүр. Артымнан қалып қойма, жүргені. Мен өлмекші адамның жүрісін қараңдар. Майысып, сен қызсың ба не? Майысып кетіп бара жатсың ғой? Сен давай издеваться етпе, давай. Менің жүрісім сондай, мен деген майысып жүретін өлмекші адамын ғой үшін. Ана полиция ағайларға тапсырып кетейін, солар саған үйіңді тауып береді ғой. Ой, мама папаңның қолынан ұстап жүрмейсің ба? Біреу бар ма мұнда? Балақай, қайдасың? Өлмекші апай.
Sen o'sha yerda o'tir ya, hozir politsiya aqaylar keladi, so'sin seni uyingga yetkazib tashlaydi, tushundingmi? Tinishqada o'sha yerdan chiqmay o'tir, tag'ida adasib ketasan. Жарайт. Ulug'bek apay, jarayt. Endi ketmayman ish qo'ygan. Rahmat sizga. Men degan balaqay emasman, men degan xalqman. Ha. Shaman shoshab ketdim. Uxtab olaychi men kichkina. Uyqum kelib ko'zim yumilib bora жатыр.